Дүниеге қызықпау деген сөз не? Дүниеге қызықпау деген сөз дүниеге ден сырт айналу деп түсініп жатады біреулер. Олай емес. Мына нәрсені ұмытпаңыздар. Бір үлкен мәселе бар. Алла тағаланың, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сөздерінен дүниені жамандаған сөздер бар, осындай риуаяттар. Мына риуаяттар нені көрсетеді? Дүниенің ешбір қадір қасиеті жоқ екендігін көрсетеді. Бірақ бұл дүние деп Алланың меңзеп жатқаны, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның айтып жатқандығы мына байтақ жер емес, ағып жатқан өзен емес, асқар биік таулар емес. Себебі бұлар Алланың бізге берген несі? Нығметі. Дүние дегенде оны меңзеп тұрған жоқ Алла. Ол Алланың құлдарына берген үлкен бір нығмет. Алла тағала дүние деп мына біз бетінде өмір сүріп жатқан жерді де меңзеп жатқан жоқ. Жердің не кінәсі бар? Жердің қойнауындағы байлықтардың не кінәсі бар? Ол емес дүние деп меңзеп жатқаны. Дүние деп меңзеп жатқандығы ғалымдарымыздың айтуы бойынша мына дүниеде адамдардың жасап жатқан іс әрекеттері. Түсіндіңіз ба? Адамдардың несі? Жасап жатқан іс әрекеті дүниедегі. Сол үшін дүниедегі тірлікке, тіршілікке қызықпа деп айтып жатыр. Адамдардың теріс іс әрекетіне қызықпа. Мәселен, бұл қалай болуы мүмкін? Бұның жолдары өте көп. Мәселен, біреу дүние үшін біреумен жауласады. Рас па? Біреу дүние үшін біреумен дос болады. Рас па? Біреу дүние үшін біреуді өлтіреді. Рас па? Біреу дүние үшін біреуді сатады. Рас па? Алланың, пайғамбардың меңзеп жатқандығы осы дүние. Мен қазір айтып жатқан нәрсе. Түсіндіңіз ба? Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі кісіге не деген? Сен дүниеге еш қызықпа, Алла сені жақсы көреді. Себебі адамның жүрегінде екі нәрсе сыймайды, бір нәрсе болады. Адамның жүрегінде не болу керек? Аллаға деген махаббат, пайғамбарға деген махаббат болу керек. Онымен бірге қосымша тағы да дүние махаббаты сыймайды. Барлығы бір жерде тұрмайды, себебі екеуі бір-біріне қайшы нәрсе. Білден бір-біріне қайшы дүниелер. Екеуінің бір жерде болуы мүмкін емес. Ғалымдарымыз дүниеге еш қызықпауға мынандай деген бір анықтама берген. Юнус ибн Масира деген ғалымымыз былай деп айтқан. Дүниеге қызықпау деген сөз адалды арам деп айту емес. Немесе малды қалай болса солай шашу емес. Дүниеге еш қызықпау деген сөз өз қолыңдағыдан гөрі Алланың рыздығынан, Алланың рыздығына деген сеніміңнің мол болуы. Түсіндіңіз ба? Мысалы, сенің қолыңда не бар? Әжептәуір ақшаң бар. Бар ғой де, тығып қойған ақшаларымыз болады. Ертең керек болып қалады, анау болып қалады, мынау болып қалады. Соған деген сеніміңнен гөрі Аллаға деген сенімің артық болу керек. Сол дүниеге қызықпау деген. Екіншісі, басыңа қайғы келсін, қуаныш келсін, екеуінің бірдей болуы сен үшін. Үшіншісі, сені мақтап жатқан адамда, даттап жатқан адамда сен үшін тең болуы керек. Дедік бір, Алланың өзіңнің қолыңдағыдан гөрі Алланың рызығына, Алланың мүлкіне деген сенімің артық болуы. Екіншісі, басыңа қайғы келсін, қуаныш келсін, сен үшін бірдей болуы. Үшіншісі, сені мақтағанда, даттағанда, жақтағанда, сатқанда сен үшін не болуы?
бірдей болуы. Сол үшін ғалымдар айтады, мен дүниеге қызықпаймын деген адамның сөзіне сенбеңдер дейді. Себеп, бұның барлығы жүректің ісі дейді. Адамға не қылмайды? Көрінбейді. Мәселен, егер жеке-жеке талқылайтын болсақ, бұл наны білдіреді. Кісінің, мұсылман кісінің күнделікті тіршілігіне, тауып жүргеніне қанағат етіп, өзгеге қызықпауы. Алланың берген рыздығына тәуба деп, шүкір етіп, сонымен не қылуы? Шектелуі. Мәселен, біздің қашан өлетімізді кім біледі? Алла біледі. Жинаған дүниенің бәрін өзің жеп кетесің деген нәрсе бар ма? Кім жеп кетті? Өзінің жинаған кім соңына дейін жеп кетті? Ешкім жоқ ондай. Кім өзінің құрған салтанатын соңына дейін қызығын көріп кетті? Кім өзінің салған үйінде соңына дейін тұрып кетті? Кім? Шыңғысхан ба? Ақсақ Темір ма? Кім? Ешкім. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына не деген? Өзі де айтқан, сен дүниеде не бол? Ғарып кісі секілді бол деген. Басқа бір риуаятта сен дүниеде менің және дүниенің мысалы деген басқа бір хадисінде. Менің және дүниенің мысалы жолда кетіп бара жатып, бір ағаштың көлекесіне тынығып, арғай сапарын жалғастырған секілді деген. Себебі біз мына дүниеде қалып қоймаймыз. Ешкім өзінің жинағанын жеп кеткен жоқ. Сол үшін кісі мұңаймау керек. Таңертең оянған кезде 12 мүшеңіз сау болса, бала шағаңыз аман болса, ағайын туыстан ешқандай жаман хабар келмесе, сізден бақытты адам жоқ дүниеде. Қалғаны біреу басқа бір нәрсе сатып алыпты, біреу басқа бір көлікті мініпті, біреудің қызметі жоғарылапты, барлығы уақытша өтетін дүние. Барлығы. Сол үшін Аллаға деген сеніміңіз, үйдегі дүниеден Аллаға деген сеніміңіз артық болу керек. Ол бір. Мәселен, сол үшін біздің бабаларымыз керемет сөздер айтқан. Бай бір жұттық, батыр бір оқтық. Алдыңда айдап жүрген мыңдаған жылқыға сенбе, бір күн қырылады да қалады. Батырмын деген сұмдық кеудесін қаққанға да сенбе, оның ажалы дәл тиген бірақ оқ. Кісі арқасын сүйесе, кісі сыйынса тек құдіреті күшті Аллаға ғана сыйыну керек. Себебі ол мәңгі өлмейді. Оның қолынан барлығы келеді. Демек, бұл біздің дүниеге қызықпау деген сол. Сізге ешкім үй салма деп атқан жоқ, бұдан бұндай мағына шықпасын. Мына отырып ап, дүниені жамандап отыр, дүние жинамаңдар, жұмыс істемей қойыңдар деген бір нәрсені айтып отыр деген мағына емес бұл. Бұл мағына дүние сенің жүрегіңді, санаңды билеп кетпеу керек. Бар болған соны айтып отыр. Дүние керек ағайын туысқа жәрдем беру үшін. Дүние керек жайыңда жүрген бауырлардың көңілін табу үшін. Солай? Дүние керек сауап жинау үшін. Сол үшін кейбір ғалымдарымыз айтқан, мен дүниені жамандайтындарға таң қалам. Несіне жамандайды оны? Мен осы дүниедегі тіршілігім арқылы ақыретіме азық жинамайын ба? Неге жамандайсыңдар сонша? Бұл дүниенің ақиқатын түсінген адамдар. Бұл дүниеде жай әшейін бір жолаушы екендігін білетіндер. Бұл жердің белгілі бір дәрежеде сауап жинап, қор жинап, арғы бетке жүретін бір бекет екендігін білетіндер бұлар. Демек, дүниеге қызықпау деген сөздің мәнісі осы. Біздің бабаларымызда әртүрлі сөздер бар. Абай не дейді? Ешектің артын жусаң да ақша тап.
Дінде айтады еңбектен, кісіге тек еңбектенген нәрсесі ғана бұйырады. Бірақ бұл екеуінің арасындағы байланыс сол жинаған дүниең сені билеп кетпеу керек. Сенің сенерің, табынарың, сол қызметің, байлығың, көкең солар болып кетпеу керек. Бұлардың барлығы жай өткінші жалған нәрселер. Сондықтан Аллаға деген сеніміміз қолымыздағы нәрседен не болу керек? Артық болу керек. Ғалымдарымыздың меңзегені осы. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.